боламын дейм деп қойып жүрмін ба осы әр нәрсе әр жерге бір тішіп болмайды, бір жерге нормально тішу керек қой, сол кезде көгересің. Әр жерге бір тішсаң болмайды вообще, бір нәрсемен айналысу керек қой. Айтсай, Ақерке айтшы, не үшін тоқтады, Ақерке тоқтап қалды деп жатыр ғой деп сұрап жатыр менен. Айтшы, не үшін тоқтаған? Менде жат қазір 400 адам отыр, сені тыңдап отыр бәрі. Мен ешкімге ештеңе айтқан жоқпын. Мен айттым, типа, ол сұраққа жауап бермеңіз деп, мен ол сұраққа жауап бермедім вообще-то. Айтқан екенсің ғой, бізде танысып тоқтап қойды, жарайды. Еңлік бар, кім? Ақерке бәріміз ойнап отқан кезде. Мен жалынып отқан жоқ, мен білейін. Сіздерге сұрақ болып қалмасын деп алып, мен өзіме керек нәрсенің бәрін алғам. Сендер сұрақ болып қалмасын деп, менің миымды ашытпасын деп, өз айтсын деп жатырмын. Просто игнорить ет, мен де игнорить етіп жатырмын ба? Жоқ, игнорить еткенде қалай ол сен айтып өз аузыңнан шығады да, қалай игнорить ете саламын сол нәрсені? Басып қойса, ақыр отсың ғой, басып қойса. Менен сұрамайсыздар, ағайындар, менен сұрамайсыздар. Мен өзім айтатынымды айтып тастадым. Мен де өзім түнгі 4-те жазған кезінде жауап бермей қалғаныма мен кінәлі емеспін. Түнгі 4-те біраз адам жауап бермейді негізі. Өзім шеше, басым қартып жүрмін. Не істерім білмеймін. Қайтамын, мен ауылға қайтамын, 2-3 күнде қайтамын. Ондай мінезін жинап, қалтасын сақ қойсын. Болмаса, жер туалетке барып, тесігінен таста жіберсін. Әркімнің мінезі өз үшін. Ауылға қайтам, болды, қойдым мынау. Инстаграм болсын, тикток болсын, тағы не проекттер болсын, жалпы медиа саласына қойдым. Ауылға барам, мал бағам, болды. Жүрегім, рахмет. Мал бағам, ауылда жүрем дейміз, керек жоқ ештеңе. Бір нормально немен келесің да, бля, шеше, жан жақтан тартады ғой, аяқтан ғой, алла, шеше. Анау кеп бірдеңе айтып кетеді, мынау кеп бірдеңе айтады. Алматыға бір танымал боламыз ба деп кебек, таны мал болып кетті ғой кәдімгі. Танымал емес, таны мал болып кетті ғой. Ауылға қайтамыз, бұт құрсын жеш. Тоқтат деген жоқ ау дейді. Кеше айтқан ғой тоқтат деп. Кеше айтып қойған ғой. Айтады ғой маған. Тоқтат қойыпсың ғой десем, саған да керегі сол еді ғой дейді. Мен атымнан жауап бере салады.